Саламатсыздар, ассалаумағалейкум. Құрметті біздің YouTube каналымыздың оқырмандары. Мен ең алдымен давайте өзімді таныстырып өтейін. Біріңіз танысаңыздар, бірлеріңіз танымауларыңыз мүмкін. Есімім Ербол Вашев. Жалпы біздің iTrade академиясы деген бар. Осы академияның негізін қалаушымын. Трейдинг оқыту орталығы біз iTrade академиясы. Биржада уже міне почти міне 3 жыл болды. Эксперт болып жұмыс жасап жатқанымызға. Қазақстанда біз акциямен және валюталық парлармен жұмыс жасаймыз. Соның бәрі не нәрсе? Соның барлығын бүгін түсіндіріп өтетін боламын. Егер сіз трейдингтен вообще ноль болсаңыз, неден бастарыңызды білмей жүрсіз, ақша жоғалтуға қорқасыз, немесе ақшам жоқ бастауға деген сұрақтар болатын болса, бүгін именно осы ютубтағы тегін сабағымда соны сіздерге ашып айтатын боламын. Ендеше давайте былай жасайық. Жалпы трейдинг дегеніміз не? Жалпы қалай жұмыс жасайды, сол нәрсені бірінші біліп алайық. Ол үшін келесі слайдқа назар аударайық. Жалпы қысқа да нұсқа түсіндіріп өтейін. Трейдинг деген кәдімгі сауда деген мағынаны білдіреді. Трейдинг ағылшын тілінен аударған кезде бұл кәдімгі сауда дегенді білдіреді. Бізге бұл Америкадан келгендіктен солай трейдинг деп қалдырған ғой просто атын. Егер сізде кәдімгі бір продукт анау мынау алып сататын болсаңыз, яғни сіз де трейдерсіз. Яғни трейдер дегеніміз саудагер. Бұл жерде бірақ барлық нәрсе цифрлы болғандықтан біз товардың бәрін электронды аламыз, сатамыз. Яғни товарларымыз бұл жерде акциялар болуы мүмкін. Мен білесіздер, Pepsi, Coca-Cola, Google, Microsoft деген сияқты. Оның бәрін қазір көрсететін боламыз сіздерге. Жалпы анализ қалай жасау керек барлығын бүгінгі сабақта ашып көрсетеміз сіздерге. Келесі слайдқа назар аударайық. Енді бірінші түсініп алайық, не нәрсе екенін. Биржа дегенді естіп жатамыз көбіміз. Биржа деп жатамыз, брокер деп жатамыз. Ол не нәрсе вообще? Осы нәрсеге тоқталайық. Айттық қой, біз трейдинг дегеніміз кәдімгі сауда. Просто электронды сауда саттық жасаймыз деген сияқты. Енді біз товарымызды қайда алып сатамыз? Бір какой-то магазин немесе бір базардың ішінде алып сатуымыз керек, Сол базар бізде үлкен базар. Мысалы Алматы қаласында барахолка деген сияқты. Сіз саудагерсіз, соның ішінде точкаңыз бар. Яғни сіз базардың ішінде сауда саттық жасау керексіз. Ол бізде биржа деп аталады. Яғни біздің цифрлы электронды базар көзге көрінбейтін. Бұның ішінде әртүрлі товарлар сатылып жатады. Медициналық акциялар, технологиялық акциялар, финансовый организациялардың акциялары өте көп. Бүкіл біз білетін әлемдік брендтер бар ғой, соның барлығының акциялары бар. Оның барлығы алтын, білесіздер, күміс, тіпті металдардың барлығы осы биржада алынып сатылып отырады. Яғни бұл биржа дегеніміз үлкен базар. Енді сіз базардасыз, товар сату керексіз. Енді сіз товарды кімнен аласыз, кімге сатасыз? Сіздерге әрине товардың барлығын оптимал келіп беретін поставщикке немесе оптовик деп айтады. Сіз содан товарды белгілі бір бағаға сатып аласыз, одан кейін сатушылар сатасыз қымбат бағада деген сияқты ғой. Бұл бізде брокер, яғни кәдімгі делдал. Сіз енді ақшаңызды бір жерге салып, сол тапқан табысыңызды сол счет арқылы шығару керексіз ғой. Бұл бізде брокер, яғни брокерлік счет. Қазақстанда қандай брокерлік счеттар қызмет атқарады? Қараңыздар, егер сізде халық банк бар болатын болса, приложение ішіне кіретін болсаңыздар, инвестиция деген нәрсе бар. Сол инвестицияның ішіне кіресіздер де, просто открыть счет дейсіздер де, ақшаңыз қанша бар, соған жеткілікті. Мысалы акция, енді товардың бағасы қанша? Егер сол товардың бағасына ақшаңыз жетіп тұрса, аласыз ғой, былайша айтқанда. Бұл жерде товар дегеніміз акцияны меңзеп тұр. Сол үшін міне осылай сауда саттық жасай береді. Не только халық банк, бұл жерде Жусан, банк центр кредит, алтын банк, фридом, осылардың ішіне барлығына кіретін болсаңыздар, сол жерде сіздерде уже доступ болатын болады. Ақшаңызды саласыз, акцияларды сатып аласыз, қымбаттаған кезде сатып, ақшаңызды бірден шешіп алып отыруыңызға болады. Сонымен түсінікті, бұл нәрселер. Енді қараңыздар, бізде жалпы биржа деген кезде сіздер қазір инстаграмдан, тиктоктан ана мына көріп жүрген кезде өте бас қатып кетті, былайша айтқанда. Кімді таңдарыңызды білмей или неден бастарыңызды білмей. Қараңыздар, сіздер ең алдымен мына нәрсені білу керексіздер. Бізде биржаның негізгі үш түрі болады. Қазір мен мына жерге бүйтіп сіз көрсетейін. Мына жерде осылай сіз түсіндірген ұнайды өзіме. Сондықтан осылай көрсетейін. Мына качество үшін кешірім сұраймын. Бүгін кәдімгі желание оянып, осы сіздерге осы сабақты түсірейін деп шештім. Ең біріншісі бізде фондовый рынок деп аталады. Фондовый рынок. Ол не нәрсе? Қазір түсіндіремін. Фондовый рынок. Фондовый рынок дегеніміз кәдімгі акциялар деп қойыншы астына. Акциялар. Білесіздер, әртүрлі акциялар бізде Қазақстанда Каспийдің, Қазмұнайгаздың деген сияқты барлығын акциялар бар. Бірақ біз көбінесе американдық компаниялармен жасаймыз. Неге? Өйткені әлем бойынша ең үлкен биржа, былайша айтқанда ең үлкен базар, ол бізде Нью-Йоркская биржа. Сондықтан бүкіл
адамдар сол нью-йоркский биржада сауда саттық жасайды. Яғни бізде алып сатушылар көп болса, значит біздің акцияларымыз да өте жақсы қозғалады деген сөз. Ал бізде Қазақстандағы адамдардың саны қателеспесем 4% ғана акцияларға инвестиция жасайды екен. Ол дегеніміз өте аз деген сөз. Сондықтан біздің акциялар қатты бір сондай қозғалыс жасамауы мүмкін. Енді қараңыздар, бұның қандай ерекшелігі бар? Акциялар осы фондовый рынок ең атасы осы трейдингтің. 3 ғасыр бұрын пайда болған және белгілі бір уақытта жұмыс жасап отырады. Кешке 18:30 және түнгі 1-ге дейін негізгі сауда саттық жүріп отырады. Ол біздің Қазақстан уақыты бойынша. Яғни бұл Американ уақыты бойынша 9:30 және 16:00. Яғни Нью-Йорк бізден 9 сағат артта. Ең алғашқы осы акциялар. Акциялардың бір ерекшелігі, сіз новичок болсаңыз, осы акциялардан бастауға кеңес беремін. Неге? Өйткені бұл жерде белгілі бір уақыты бар, өзінің кәдімгі графикпен жүріп отырады. Пандектен пятницаға дейін жұмыс жасайды. Пандек ПТ деп қояйыншы, пятницаға дейін. Суббота, воскресенье демалыстар. Және Американ мемлекеттік мейрам күндері, қызыл дейді ғой, красный дни в календаре дейміз ғой. Егер сондай болатын болса, онда демаламыз. Қазақстанда бізде 22 наурыз демалыс, 16 желтоқсан демалыс болса, егер бұл рабочий күнге түсіп тұрса, біз оған қарамаймыз. Біз Америкада болғандықтан жұмыс жасай береміз. Былайша айтқан кезде трейдинг дегеніміз Америкадағы онлайн сіздің сауда саттық, онлайн жұмыс десек болады. Сондықтан егер сіз новичок болып басыңыз қатып не істеріңізді білмей жүрсеңіз, онда именно осы акциялардан бастауға кеңес беремін. Бұл жерде салыстырмалы түрде риск аз, және соған сәйкес сіз новичок болғандықтан жақсы опыт жинап, тренингті тастап кетпей, осы жерден негізгі опытты алып аласыз. Ең жақсысы осы негізі. Егер бұл уақыт ыңғайсыз болса, бізде екінші трейдинг түрі бар, ол бізде Форекс деп аталады. Форекс дегеніміз ағылшынша foreign exchange, яғни кәдімгі біз долларды ауыстырған кезде обменный пунктқа барып ауыстырамыз ғой. Бұл дәл сондай нәрсе, просто цифрлы нәрсе. Енді бұның қандай бір ерекшелігі бар? Бұның ішінде валюталар сауда саттық жасалады. Доллар, евро, мысалы японский иена деген сияқты, солардың цифрлы сауда саттық жасауға былайша айтқан кезде. Сондай-ақ алтын, Инстаграм, ТикТоктан да көріп жатқан шығарсыздар, алтын, анау мынау дегендер. Вот алтын, күміс деген құнды металдардың барлығы осы Форекстің ішіне кіреді. Бұл енді 50-60 жыл болды, қателеспесем пайда болғанына, осы 20 ғасырда ғана пайда болған. Акция сияқты бұрыннан пайда болған жоқ. Енді бұның қандай ерекшелігі бар? 24/5 жұмыс жасайды десек болады. Яғни күнде 1 сағат демалыс жасайды. Ой, 1 сағат Бұл қараңыз, суббота, воскресенье тоже демалады. Понедельниктен пятницаға дейін. Понедельниктен пятницаға дейін жұмыс жасайды. Бұл Форекс, түсінікті. Енді Форекстің акциядан қандай ерекшелігі бар? Бұл таңертең жасайсыз ба, кешке жасайсыз ба, өзіңіз қалаған уақытта жасай беруге болады. Тек қана суббота, воскресенье күндері ғана демалып отырасыз. Міне осындай бір ерекшелігі бар. Бірақ бұл жерде 24/5 болғандықтан сіз таңертеңнен кешке дейін сауда жасасаңыз жақсы әрине, бірақ оның белгілі бір өзі қозғалатын нақты уақыттары ғана болады. Вот, Форекс дегеніміз осы. Егер сіз новичок болсаңыз, Форекстен бастауға кеңес бермеймін. Себебі бұл жерде 24 сағат рынок қозғалып тұратын болғандықтан, бұл жерде қауіп өте көп, өйткені сіз тоқтамай сауда жасай беруіңіз мүмкін. Ал акцияда сіз күніне 1-1,5 сағат уақытыңызды арнаңыз, болды. Сол кезде уже сіз жұмысыңызды аяқтап кете бересіз. Бұл жерде 18:30-дан түнгі 1-ге дейін отырудың қажеті жоқ акциялар. Неге? Өйткені бұл жерде де өзінің жақсы бастапқы 1-1,5 сағат жақсы қозғалады. Яғни сағат 8-ге дейін жақсы қозғалыстарды жасап тастайды. Енді түсіндіре алдым деп ойлаймын, осы үш нәрсе. Көбісі қазір новичоктар келген кезде мына алтын дейді, Форекске қарай жүгіргісі келіп тұрады. Бұл жерде қауіптің өте жоғары екенін мен сіздерге қазір бір графиктен көрсететін боламын. Хорошо? Енді үшіншісі бізде криптовалюта. Білесіздер, криптовалюта бұл цифровая монета. Кәдімгі біздің доллар, мысалы біздің қазақстандық теңге, бұлар біздің валютамыз болса, ол арқылы біз төлем жасай алатын болсақ, крипто арқылы шетелдерде, дамыған мемлекеттерде сіз уже теңге берген сияқты, крипто кошелек дейді ғой, крипто арқылы жұмыс жасай берсеңіздер болады. Яғни төлем жасай берсеңіздер болады. Ол 21 ғасырда ғана пайда болған, 24/7 жұмыс жасайды. Ешқандай демалысқа қарамайды, қандай праздник, Рождество, еш нәрсеге қарамайды. Бұл кәдімгідей күндіз түні ашық бола береді. Бірақ криптовалюта новичоктарға тем более ауыр болады. Бұл жерде өте арзан, қазір биткоиндарды білесіздер, $100,000 дейін барып келді, алдан $105,000 дейін. Енді ең қымбаты сол болса, ішінде арзан, даже 10 теңгеге дейін тұратын монеталар өте көп. Сосын андай мемкоин деген нәрсе бар, мемкоин деген нәрсе бар. Ол не нәрсе? Жалпы коин дегеніміз тиын деген сөзді білдіреді ағылшын тілінен аударғанда. Мемкоин дегеніміз андай ғой, хайп дейді ғой, андай. Бір жаңалықтың әсерінен қатты өседі. Алдында Америка президенті Трамп ойлаңызшы, өзіне арнап мемкоин шығарған. Мемкоин дегеніміз кішігірім типа монета ғой.
типа өзінің кішігірім акциясы деген сияқты ғой. Шығарады $5 почти $76 дейін ба, $6 ба $76 дейін бір күн ішінде өсе салады. Осындай мем коиндар андай жақсы аз ақшамен кішкене көбірек табыс алып келетін кездер болады. Бұл тек қана мем коиндар, иә. Вот осы нәрсе, сондықтан егер сіз жалпы трейдинг саласын білмей жүрсеңіз, осы уақытқа дейін түсінбей жүрсеңіз, сіздерге сондықтан акциядан бастауға кеңес беремін. Кешірім сұраймын, мына жерде кішкене қате сөйлеп қалып жатырмын. Форекс те жақсы. Көбісі қазір Инстаграм, ТикТоктың бәрінде хайпта жүрген, ол бізде алтын. Бірақ алтын қауіпті екенін мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Оны қазір көрсету үшін біз мынандай сайтпен жұмыс жасаймыз. Қараңыздар, бізде TradingView деген сайт бар. Бұл негізгі біздің сауда-саттық жасайтын, анализ жасайтын негізгі площадкамыз, былайша айтқан кезде. Енді алтын деген кезде қараңыздар, How USD деп жазамыз мына жерге поискқа. Қазір мен жазып алайын. How USD. Енді мына жерде брокерлердің несі, тізімі. Мына жердегі біріншісін таңдай берсеңіз болады. Оған да деген. Бұл графика кішкене более түсініктірек те қылып түсіндіреді, көрсетеді барлығын. Енді қараңыздар, бізде алтынның бір үштік долясы дейік па, акциясы дейік па, қалай айтсақ та түсініп жатсыздар, ең бастысы. Мына оң жақтағы бағасы. Ойлаңызшы, акцияның қазіргі, акцияның деп алтынның бір үштік данасы $2943 тұрады, доллармен. Көрдіңіз, өте қымбат. Енді қараңыздар, көп новичоктар қалай жасайды? $100 $50 бастағандықтан, мынаған ақша жетпесе де, қараңыз, кредитный плечо деген нәрсе бар. Көп адамды осы трейдингтен құртатын нәрсе, ол кредитный плечо деген нәрсе. Қараңыз, сіз $100 салдыңыз, салған ақшаңыз, сіздің негізгі салған ақшаңыз $100, бірақ брокер сізге осы салған ақшаңызды 1000 есеге дейін, тіпті 2000 есеге дейін көбейтіп, доллар емес, мына жерде X болады. 1000 есеге дейін көбейтіп, сіздің ақшаңызды көбейтіп мүмкіндік береді. Мысалы, қараңыз, $100 салдыңыз, 1000 есе көбейтетін болсақ, сізде $100,000. Яғни $100,000 ғана нешеуін алуға болады? Бір 33 штугын алуға бола ма? Мынаның бір 33 штугіне, алтынның 33 штугын примерно алуға болады. Енді бұның қандай ерекшелігі бар? Қандай бір жаман жері бар? Қараңыз, сіз ақшаңызды брокерден қарызға алу арқылы 1000 есе көбейтіп тұрсыз ғой. Сондықтан сізде кішкентай беткен қозғалыстың өзі сізге өте үлкен пайда немесе өте үлкен убыток алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде новичоктар осы именно кредитный плечо деген нәрсені, егер түсінбей жатсаңыздар, интернеттен қарап көрсеңіздер болады. Сол үшін осы нәрсеге жоламауға кеңес беремін. Ол үшін проб компания деген нәрсе бар. Қазір сол нәрсені де ашып көрсетемін, не нәрсе екенін. Яғни сіздің өзіңіздің ақшаңызды рисковать еткіңіз келмейді, немесе жалпы қалай айтсам болады, бастау үшін ақшаңыз жоқ болса, сол проб компаниямен бастасаңыз өте керемет нәрсе негізі. Қазір оны көрсетемін сіздерге. Сондықтан кредитный плечо деген нәрсе құртады. Енді сіздің салған ақшаңыз, негізгі ақшаңыз $100 ғой. Сіз минусқа кететін болсаңыз, осы ақшаңыздан ғана кетеді. Мына брокердің үстінен қосып тұрған ақшасына бір тиын да кетпейді. Өйткені брокер ни в коем случае сізден бұл жерде ұтылмайды. Сондықтан сіздің $100 бітуге жақындап қалды. Мысалы, счетыңызда $30 қалуы мүмкін. Алады да сіздің счетыңызды сатып жібере салады акцияларды. Көрдіңіздер ме? Осылай жұмыс жасалады. Егер пайда табатын болсаңыз, мысалы $50, $100 пайда болатын болсаңыз, счетыңызда $100 тұрса, мысалы $50 пайда болса, сатып жүргеннен кейін $150 сізде счетыңызда тұратын болады. Яғни кредитный плечо деген кезде сіз ешкімнен қарызға ақша аласыз ғой, бірақ бұл жерде қайтаруға міндетті емессіз. Алдыңыз, сатыңыз, болды, ешкімге қарыз емес, осылай жұмыс жасайды. Кредитный плечо деген кезде банкке барып кредитке қол қойып ақша аламыз деп ойланып қалмаңыздар. Міне осындай нәрсе. Так, сіздердің шаршатып жүрген жоқ па информациямен? Қалай жалпы нормально болып жатыр деп ойлаймын, иә? Бұл нәрсені көп адам айта бермейді. Енді қараңыздар, бұл жарайды алтын. How USD золото депті. Золотаның долларға қатынасы ғой, былайша айтқан кезде. How дегеніміз алтын, USD дегеніміз доллар. Енді акциялар. Мысалы, барлығымыз білетін Tesla компаниясының акциялары. Tesla деген кезде міне әртүрлі мемлекеттің тулары шығады. Бізге әрине керектісі Америка. Сондықтан осының үстінен басамыз, таңдаймыз. Енді қараңыздар, демошот арқылы, демошот дегеніміз бар, өтірік счет, сол арқылы сауда-саттық жасап, сіздер практика жасап көрсеңіздер болады. Оның барлығын қалай ашу керек, қалай алып сату керек, осы YouTube каналымыздың алдыңғы
несін қарап шықсаңыздар болады видеоларында. Сондай біз 11 адамнан құрастырылған, Қазақстанда бұрын соңды болмаған реалити шоу көрсеткен болатынбыз. Реалити шоу ұйымдастырған болатынбыз. Ойлашы, 11 қатысушы келді, 18 жастан бастап 54 жастағы адамдар қатысып шықты. Енді ойлаңыздар, сол кісілер $500, яғни 250 мың теңге арқылы қанша табыс табуға болатынын көрсетті. Бізде сол кездегі жеңімпаз 8 күн ішінде миллион тапқан болатын. Оның барлығын ютубтағы алдындағы видеолардан қарап шықсаңыз болады. Енді қараңыздар, бұл бізде Tesla компаниясының акциялары. Бір штук акциясы бізде қараңыздар қанша тұрады екен мына жерде? Міне $248 бағаланып отыр. Жасыл болып тұр, иә? Бұл $248. Яғни сізде бір штугын сатып алу үшін $248 болу керек деген сияқты. Енді жаңа кредитный плечо деп айтып жатырмын ғой, давайте соны тоқталып өте шығайыншы до конца. Форекс үшін қараңыз, салған ақшаңызды 1000 есе, 2000 есеге дейін көбейтуге болады. Яғни 1 теңге салсаңыз, мысалы айтайын, теңгемен мысал ретінде айтып отырмын да, 1 теңге салсаңыз, сіз 1000 теңге, 2000 теңге арқылы кредит плечо арқылы сауда саттық жасай берсеңіз болады. Бұл дегеніміз, яғни кредит плечо көп болған сайын бұл өте қауіпті сіз үшін, кәдімгі рискованный трейд болуы мүмкін, даже азарт болып кетуі мүмкін. Сондықтан трейдинг туралы негатив айтатын, ақшасын жоғалтқан адамдар бар болатын болса, именно осы кредитный плечоның кесірінен. Қараңыздар, енді акциялар үшін кредитный плечо қандай болады? Акциялар үшін тек қана 20 есе болды. 1000 есе емес, 2000 есе емес, 20 есе. Өйткені 20 деген өзі көп, көрдіңіздер ме? Сол үшін бұл жерде салыстырмалы түрде именно акциядан риск аз. Сондықтан мен сіздерге зарлап отырған себебім бекер емес. Сондықтан акциядан білімді жетілдіріп алған дұрыс болады. И акциялардың бір ерекшелігі өзінің қозғалатын диапазоны болады. Мысалы, Тесланың акциялары бір күнде $20-22 ғана қозғалады. Енді кей кезде одан асып кететін жағдайлары болады, бірақ редко, былайша айтқан кезде. Сондықтан именно акциялар дұрыс болады. Енді анализ қалай жасаймыз? Қалай сауда саттық жасаймыз? Жалпы не үшін акциялар өседі, не үшін түседі, неден бастаған дұрыс? Ең алдымен қараңыздар, бүкіл нәрсе қазір уровеньге келіп келеді. Уровень деп жазып алыңыздар, кәдімгі деңгей, уровень, иә? Бүкіл нәрсе қазір СНР деп жатсыздар, смарт мани деген сияқты неше түрлі нәрселер еститін шығарсыздар ютубта. Енді өзі самостоятельно зерттеп жүрген адамдар бар болатын болса. Қазір мен сіздерге оны қысқаша мазмұнын түсіндіріп кетейін. Так, бізде қандай акциялар бар еді? Мысалы, Apple деген акцияны қарайықшы, Apple. Барлығымыз білетін iPhone акциялары, NASDAQ. Қазір мынау менде уақыт симуляторды артқа жылжытайын. Симулятор деген нәрсе бар, мен мынау сіздерге уақытты кері шегіндіріп, қалай жұмыс жасайтын принципін көрсеткім келіп тұр. Мысалы, 2024 жылы біз қайдатан таңдадық? Мынау бізде 5 январь 2024 жыл екен. Енді қараңыздар, бізде мынандай дүние бар. Түсіндік, иә? Уровень деген нәрсе. Бізде екі уровень жұмыс жасайды, ол поддержка және сопротивление. Мысалы, теннисный шарикті аламыз да, полға қарай жіберетін болсақ, полға тиеді де, траекториясы қалай болады? Әрине жоғары қарай кетеді. Бұл бізде поддержка қызметін атқарады. Яғни қарасаңыздар, акциялар өзі бір қарайтын болсақ, трейдинг дейтін болсақ, бір жүректің қағысы сияқты. Именно көрдіңіз бе, акциялар түсіп келеді де, именно осы жерден поддержка алады. Яғни осы тура бір баға келген кезде өсе бастайды. Бұл бізде пол, яғни поддержканың қызметін атқарады. Жазбасаңыздар болады, поддержка, яғни қолдау. Немесе акциялар өсіп келе жатады да, белгілі бір бағаға тиеді да, не істеп жатады? Төмен қарай түсіп жатады. Бұл бізде потолок, яғни сопротивление. Кедергі жасайды бір бағадан өсіп кетуіне. Мысалы, бұл 100 деген баға болуы мүмкін, әртүрлі баға болуы мүмкін. Енді осыны давайте графикте көрсетіп көрейін. Мысалы, қарайтын болсақ, мына жерде, мынау не болып тұр? Мына жерде келген кезде, именно осы жерге тиген кезде 2 рет акциялар өсе алмай тұр. 3-ші рет келді, именно осы кедергі, яғни сопротивление жоғары қарай жарып өтсе, бұл дальше келесі ары қарай өсуі мүмкін. Оны графиктің историясын қараймыз. Мысалы, мына жақта бұрын мына жерге тиіп түскен болса, значит, келесі кедергі сол болады. Соған дейін бүйтіп өсіп баруы мүмкін. Давайте оны графиктен көрсетіп көрейін қазір. Мысал ретінде түсінікті болады. Мысалы, мына жерде сразу көрініп тұр, иә? Мына жерге келген кезде, мына жерде енді сәл ғана асып тұр, ол санала береді. Жіңішке сызық келіп мына жерге тиген. Қараңыздар, назар аударыңыздар. Акциялар не істеп жатыр? Өсіп бүйтіп өсіп келді. Мына қара сызыққа, яғни 198 деген баға келіп тиіп түсті. И мына жерде тиіп өсті. Қазір өсіп келеді. Мынаған тиді де қайтадан не істеп жатыр? Түсіп жатыр.
міне осылай жұмыс жасалады. Енді қарайық. Қазір егер мынаны жарып өтетін болса, ол дальше өседі. Егер мынаны жара алмайтын болса, значит бұл кедергі болып қайтадан түседі. Қазір оны көрейік. Не, акциялар өсіп келе жатыр. Келе жатыр, келе жатыр. Қараңыздар, қайтадан кедергі алып жатыр, иә? Яғни ананы бұза алмады. Үшінші рет бұза алмады. Қайтадан түсті. И мына жерден қарасаңыздар, мына жерде бір поддержка болып тұрған сияқты, иә? Міне мына жерге акциялар түседі, мына жерге келіп өседі, мына жерге тиді, қайтадан өседі, мына жерге тиді, қайтадан өсті, мына жерге тиді, өсті. Егер мынаны қазір бұза алмайтын болса, яғни мынаған тиіп, жоғары қарай қайтадан баруы мүмкін. Қазір көрейік. Міне, көрдіңіз ба? Именно біздің сызған қара сызық мына жерде жібермей тұрған. Міне қара сызықты төмен қарай жарып кетті, значит келесі мына жерге дейін барады ол. Мына жерге дейін түседі. Мынаған тиіп не істеуі мүмкін? Өсуі мүмкін. Так, міне мынаны жылжытып жатырмын. Көрдіңіз ме? Именно міне біздің қара сызыққа тиіп не істеп жатыр? Астындағы өсіп жатыр. И міне мына жоғары қарай жарып өтті, енді ол мына жаққа дейін баруы мүмкін. Міне уровеньдер бізде осылай жұмыс жасалады. Не арға жүрді, кеттік. Бұл енді бірінші сабақ жай сіздерге кіріспе сабақ болғандықтан бір ауыр сияқты болуы мүмкін. Бірақ ары қарай біз осының барлығын досконально тереңдетіп түсіндірген кезде өте оңай болады сіздерге. Көрдіңіздер ме? Міне қараңыздар. Бұл қарайтын болсақ, бұрын сонда мұндай баға болмаған. Қазір максимум не көрдіңіздер? Бұрын максимум осы жерде болған. Енді қазір бұзды да жаңартты. Получается, бұл сызып отырған біздің уровеньдер, біз тугис деген приложение қолданамыз ғой картаны бір жерге бару үшін. Бұл біздің картамыз былайша айтқан кезде. Енді біз қай жерге дейін бара аламыз? Ары қарай жол жоқ, біз білмейміз. Яғни мына жерде бізге уже жол салып беріп кетті. Қазір көрейік, егер мына жерге дейін түсетін болса, осы жерге тиіп өсіп мына жаққа дейін баруы мүмкін. Қазір көрейік. Міне, міне уже бізге жол салып беріп жатыр. Бұрын мына жаққа барып көрмегенбіз, енді бізге мына жаққа жол салып берді. Яғни трасса бар ары қарай. Біз егер мына жерге қайтып келетін болса, осы жерден мына жаққа дейін сатып алып көрсек болады. Не қараңыздар. Міне мына жерде сатып алуымыз керек те, мен тез айналдырып жібердім. Бұрын мына жерден өте алмай тұрған кедергі болып тұрған, иә? Кедергіні бұзып өткеннен кейін бұл нәрсе уже сіздер кедергі емес, поддержкаға, яғни қолдау, полға айналып кетті. Акциялар мынаған тиіп неседі, өсе бастады. Осы кезде біз не істеуіміз керек еді? Сатып алуымыз керек еді. Және ол қай жерге дейін барады? Біздің мына патология, яғни кедергіге дейін барады. Қазір көрейік міне алдағы уақытта қалай болады. Көрдік пе, міне почти соған жақындап келді міне. Чуть-чуть қана қалды, тимей қалды. Почти тиді десек те болады, көрдіңіздер ме? Міне, көрдіңіз, мына жерден мына жерге дейін барып берді. Бұл бізде уровеньдер деп жұмыс жасайды. Мына акцияда да, форексте де, криптода да, СНР деп естіп жатсыздар, соның барлығы міне осы нәрсе. Егер мына жерде сізге мына уровеньдерді анықтау, қалай анықтап жатсыз, не болып жатыр, әлі де түсініксіз дейтін болсаңыздар, мына жерде міне мына кнопканы басатын болсаңыздар, мына японский свечи деген бар. Японский свечи емес, линия деген таңдайтын болсаңыздар, міне тау бар ғой, міне тау сияқты тұрғандардың. Соның бастарын міне таңдап көрсеңіздер болады. Мынау А деген әріпке ұқсайды, мынау В деген әріпке ұқсайды. Көрдіңіздер ме? Мына жерге бір рет, екі рет тиіп не өсіп келе жатты. Мынаған тиіп өсті, екінші рет мынаған тиіп келе жатты, тағы да өсті деген сияқты. Міне тура осылай анықтасаңыздар болады. Енді сурет сияқты нәрсе ғой, просто осыны анықтайсыздар. Яғни осыдан жоғары қарай бұзып өтсе, сатып аласыздар, немесе астыға қарай тиіп мынадан өсе бастаса, міне осы сияқты жерде сатып аласыздар да, мынандай жерде сатып отырасыздар. Міне трейдинг дейміз жалпы осы. Қиындатып жібердім ба білмеймін енді сіздерге. Может, ғылыми тілде сөйлеп кеттім ба сіздерге? Просто бар білгенмен сіздермен бөліскім келді. Міне жалпы трейдинг деген осы нәрсе. Енді қараңыздар, барлығымызда бір-ақ нәрсе бар. Трейдинг бастаймыз, жасайық десек, барлығымыз білеміз бұл жерде ақша бар екен. Америкада 3 ғасыр бұрын пайда болған нәрсе. Адамдар жасап жатыр, нәтижеге жетіп жатыр, шүкір. Бірақ қараңыздар, бұл жерде барлығымызда бір ғана қорқыныш бар. Ол бізде өзіміздің ақшамызбен бастасақ, ақшамыздан айырылып қаламыз ба, немесе бастау үшін ақша жоқ деп жатамыз. Сол үшін бізде проб компания деген нәрсе бар. Қараңыздар, проб компания мынандай нәрсе. Проб компания дегеніміз сізге инвестиция Америка өзі береді. Сізде білім бар, жасағыңыз келеді, желание бәрі бар, бірақ қорқасыз немесе ақшаңыз жоқ болса, онда проб компания, яғни инвестиция, шетелдік компаниядан стажировка өтесіз. Мысалы, допустим, айтайық, 10 мың доллар. 10 мың доллар дегеніміз қазір 5 миллион теңге. 10 мың долларлық ақшаны алу үшін сіз где-то 100 доллар орташа есеппен. Енді әртүрлі проб компаниялар болады. Оны алдағы уақытта бір түсіріп жатармыз, иә? Қалай таңдау керек екен.
мысалы $100 төлейсіз. $100 дегеніміз былайша айтқанда қазір 50 000 теңге ма, 50 000 теңге төлейсіз, сізге 10 000 доллар виртуальный, яғни демо счет беріледі. $1000 арқылы сіз өзіңіздің қабілетіңіз бар екенін дәлелдеу керексіз. Қараңыз, $1000 берді, ой, 10 000 доллар берді, 5 000 000 теңге. Сіз оның үстінен 10%, яғни $1000 табыс табу керексіз. Сол кезде сіз стажировканы сәтті өтіп, сізге договор мен контрактке қол қойып, түскен табыстан 70-30 бөлісіп отыратын боласыздар. 70-30. Почерк үшін кешірім сұраймын, самый главный түсінікті болса болды, иә. 70% сіздікі, 30% олардікі. Апта сайын немесе 2 аптада бір снимать етіп отырсаңыз болады. Яғни ақшаны жинайсыз. Одан кейін, мысалы, $1000 таптыңыз ба, 70% сіздікі, 30% олардікі. Яғни олар сіздердің арқаларыңызда ақша тауып отыратын болады. Немесе қараңыз, $10 000 берді ғой басында виртуальный ақша. Сіз оны, наоборот, 9500-ге түсіріп тастаңыз. Яғни $500 минусқа апарып тастаңыз счетты. Бір күн ішінде ма, 10 күн ішінде ма, бір айдың ішінде ма, неважно. Самый главный, минус 500-ге общий счеттан кетті, мына берілген ақшадан. Значит, сіз стажировкадан өткен жоқсыз. Либо сіз берілген $10 000 үстіне $1000 қосасыз, стажировкадан өтесіз, немесе $500 минус боласыз да берілген ақшадан. Онда стажировкадан өтпейсіз. Көрдіңіздер ме? Вот осындай жағдай. Егер сіз стажировканы өтпейтін болсаңыз, $100 төлеген сумаңыз қайтарылмайды. Енді жарайды, келесі сұрақ. $10 000 мен стажировкадан өтті, келесі қадам не болады? Сіз договорға қол қойдыңыз. Апта сайын или 2 аптада бір 70-30, 80-20 табыс бөлісіп отырасыздар, иә? Сіз максимально мына жерде тек қана $500 кетіре аласыз. Яғни сіз оларда жынды емес қой, сіз бүкіл ақшасын жоқ қылып жіберетіндей. Сол үшін сіз максимально $500 ғана кете аласыз, ал табыс шексіз. Яғни $100 тапсаңыз да, $1000 тапсаңыз да, $10 000 тапсаңыз да, 70-30 бөлісіп отырасыз. Егер тесттан өтпей қалсаңыз, мысалы стажировкадан, ABCD деген тест емес, бұл жерде кәдімгідей трейд жасап, өзіңіздің біліміңіздің бар екенін дәлелдейтін боласыздар. Сондықтан бұл жердегі риск бар болғаны $100. Егер бұл жерде тестіңіз, стажировкаңыз сәтсіз болып қалса, бұл немесе челлендж деп те айтып жатады, қайтадан $100 төлеп басынан бастай берсеңіз болады. Не осылай жұмыс жасайды. Сондықтан сіз новичок болсаңыз, сіз басында бәрібір қателесесіз. Енді трейдинг дегеніміз ақшамен связаны болғандықтан, сіз бір рет қателестіңіз, ақша жоғалттыңыз, 2 рет қателестіңіз, ақша. Яғни сіздің каждый ошибкаңызды ақшамен төлеп отырасыз ғой. Сол үшін бұл жерде именно сіздерге осы проп компаниямен бастап жатқан новичоктар сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Именно осы проп компания арқылы опыт жинап алдыңыздар. Бұл жерде сіз көрдіңіз, $100 салдыңыз да, үлкен оборот арқылы жұмыс жасауды үйреніп алдыңыздар. И бұл жерде даже бұл жерде жаңағы стажировкадан өтпесеңіз де сіз өте жақсы опыт алып шығасыздар. 2 рет алдыңыз, 3 рет алдыңыз, бірақ сіз зато көп ақша жоғалтпайсыз, бірақ өте мықты опыт алып шығасыздар. Сондықтан жалпы міне трейдингті осылай бастаймыз. Сіздерге арнайы түсірілген сабақ осы болатын. Енді қиын түсіндіріп жіберсем кешірім сұраймын. Бұның бәрін енді біздің сабақ барысында ашып, каждый кнопкасын, каждый деталін барлығын ашып көрсетеміз. Негізі адам жасаған нәрсені адам жасайды. Ең бастысы бұл жерде дұрыс қанағат, сосын мынандай азарт болады ғой, азартный адамдар болса, ол кісілерге қанша дұрыстап үйретсең де керек емес жерден алып сата береді. Сондықтан дұрыс қанағатшыл болсаңыз, дұрыс анализ жасай алсаңыз, шыдамды болсаңыз, сосын жаңа кредитный плечо деп тез ақша көтеріп аламын дейді да, көп адамдар, жаңа түсіндірдім ғой, кредитный плечо деген не нәрсе екенін. Сондай нәрсені қолданып тез ақша тапқысы келеді, бірақ наоборот өздерін құртып қояды. Сол үшін асықпай трейдинг деген міне осылай жасалып отырады. Сіздерге көп мүмкіндік жайлы түсіндірдім деп ойлаймын. Біздің міндетті түрде YouTube арнамызға жазылып алыңыздар, пайдалы ақпараттар өте көп болады деген ойдамын. Жалпы көп болып та түсірмей кеткені. Енді сіздердің қолдауларыңызға байланысты ғой, егер сіздердің қолдауларыңыз өте жақсы, керемет болып жатса, қаралым бәрі жақсы болып жатса, ол мен үшін үлкен мотивация, алдағы уақытта міндетті түрде солар туралы сабақ түсіретін боламын. Енді мына жерде Ерболат Уашев деп тұр, Instagram парақшама да міндетті түрде жазылып алыңыздар. Жалпы біздің осы тренинг бойынша контент түсіріп жүрміз. Рахмет, енді баршаңызға сәттілік, қайырлы білім болсын, табыстарыңыз арта берсін.